Тарихи деректерде қалмақтар қазақ елін 3 рет шауып алғанда малдан бөлек сол шабылғанның ішінде бірталай ұл мен қыз да кетіпті. Соған байланысты халқымыздың ұлы биі Келдібекұлы Қазыбек би қалмақтарға елші болып аттанады. Елдеріне жеткен соң қалмақ ханы қоңтажының алдына кіріп былай деген екен: біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір ерткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, біз арыстан алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, не тұрысатын жеріңді айт. Осы сөздерден соң қалмақ ханы айтуға сөз таппапты. Алыстан келген елшілер ғой, қонақ үйіне алып барып, бір жерден күтімге алыңдар депті. Ал қазақтар қонақ үйіне жүріңдер деп ата-бабаларымызды алып кеткен соң қалмақтың билері, қолбасшылары хандарының алдына келіп, жас баладан қара суға түсіп осыншама дірілдеп кеткеніңіз не? Сонда қалмақтың ханы: сендер білген жоқсыңдар. Сөзді өңменімнен сұғып айтқан кезде, 2 иығынан 2 аю аузынан от шашып тыпыр етші, көрейін деп тұрды. Мінеки, мен содан қатты сескендім. Сендерге көрінбесе де маған көрінді. Менің енді бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал жанын есептеп алдына салып беріңдер, деген екен. Мәліметтер қазақтың шешендік сөздері кітабынан қысқартылып алынды. Құрастырған Балтабай Адамбаев, дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.